Бүгін Анкарадағы теракт туралы Түркия қорғаныс министрлігінің басшысы Гүлердің мәлімдемесі. Бұл Күрдістан жұмысшы партиясының қасиетсіздеріне лайықты жазасын әр кезде де беріп жүрміз. Бірақ бұлар әйтеуір ақылға келмей қойды. Әрдайым айтатынымдай тағы бір рет айтамын. Ең соңғы террорист жойылғанға дейін біз олардың артынан қалмаймыз. Және бұл жасалғандардың қасіретін жақсылап тұрып тартқызамыз. Бұны бәрі көреді. Дым уайымдамаңыздар. Қайырлы кеш. Айта кетейік, тура бүгін Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның ұшағы БРИКС саммиті өтіп жатқан Қазан әуежайына қонған болатын. Ердоғанды халықаралық әуежайда Татарстан басшысы Рустам Минниханов қарсы алды. Түркия басшысы жұбайы Эмине Ердоғанмен бірге келді. Ердоғанның сапар бағдарламасында бірқатар екі жақты кездесулер және Ресей президентімен де кездесу бар болатын. Түркияның халықаралық қауіпсіздік жөніндегі сарапшысы Хусейн Бағжы Анкарадағы бұл лаңкестік әрекеттің Ердоғанның Ресейге сапар кезінде жасалғаны бекер емес деп айтып отыр. Лаңкестердің қорғаныс өнеркәсібі мен Тусаш аэроғарыштық компаниясын нысанаға алғаны ойландырады. Өйткені Түркияның соңғы жылдары ең қарқынды дамып келе жатқан секторларының бірі қорғаныс өнеркәсібі мен Тусаш сияқты ірі құрылымдар. Осы тұрғыдан алғанда бұл өте әдейі таңдалған мақсат сияқты дейді сарапшы. Өздеріңіз білесіздер, қазір Стамбулда қорғаныс өнеркәсібі көрмесі өтіп жатыр. Мұның әрине өте жағымсыз салдары болады. Менің ойымша, бұл лаңкестік оқиға және осыған ұқсас лаңкестік оқиғалар алдағы кезеңде де жиі болуы мүмкін. Ең бастысы Түркия президентінің бүгін БРИКС отырысы бар. Осылайша үш оқиға бір-бірімен байланысты. Бұл өткен аптада Германия президентімен кездесу, бүгінгі БРИКС отырысы және кешегі мәлімдемелер. Бұл Түркияда соңғы жылдардағы ең түсініксіз сұрақтар мен сценарийлерді қойған бірқатар саяси пікірталастарға әкеледі. Жағдай өте түсініксіз және бұлыңғыр. Но прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы. Құрметті президент, қымбатты досым, БРИКС саммитінің кеңейтілген көшбасшылар сессиясына шақырғаныңыз және өткізіп жатқаныңыз үшін рахмет. Астанадағы кездесуімізден кейін сізбен қайта кездескеніме өте қуаныштымын. Террорлық шабуылға байланысты көңіл айтқаныңыз үшін ерекше алғыс айтамын. 4 шахидіміз бар және 14 жаралы. Бұл лас лаңкестік әрекетті айыптаймын. Шахидтарымызға Алладан рахым тілеймін. Режеп Тайып Ердоған ертең болатын БРИКС плюс саммитіне қатысатын болды және күннің ортасында Түркияға ұшады. Бастапқыда Түркия ақпарат құралдары Режеп Тайып Ердоған Анкарадағы терактіге байланысты Қазанға сапарын үзеді деп хабарлаған.